Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli жақсылар. Көбіміз 25-те үйленгенге дейін сымбат болып жүреміз, күшті болып жүреміз. Үйленгеннен кейін көбінесе өзімізді босатып жібереміз. Сосын спортпен күш айтысқандай боламыз. Сосын қарны шағыластырып спорт деген ұмытып жатамыз. Негізі көбісі осы себепті мен көп жолдастарым спортпен күш айтысқандай болған, әлі күнге спортқа келе алмай жүр. Менің де осы дзюдоға бірінші рет келіп жүрмін бүгін. Негізі бұл спортқа бастауыма 2 жылдай болды. Өзім ойлап жүрген, жоспарлаған, әне-міне деп жүргені біраз уақыт өтті. Сондықтан мен спорт 30+ деген эстафета бастағым келіп тұр. Күндегі 30-дан жоғарыға спортты бастасақ, осы эстафетаны жалғастырыңыздар. Бұл эстафетаны мен Асыл Арнаның дұрыс режиссері Әли Байсал бауырыма және Асыл Арнаның қоғаммен байланыс бөлімінің жетекшісі Жанәлі бауырыма, сондай-ақ Қайғы бөлімінде бір мұқана сапқа жақын бауырыма жолдаймын. Сіздерден өстіп спортпен айналысып, өздерінің видеоларын жолдаңыздар. Қазақтар, қазақ жастары салауатты болсын, денсаулығымыз мықты болсын, темекі наша деген жаман нәрселерді әдеттерді тастайық, жақсылықпен айналысайық. Сондықтан осы эстафетаны жалғастырыңыздар. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.